everybody! Today is our lesson about my family and friends. Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі біздің сабағымыз отбасым және менің достарым деген тақырыпта болмақ. Бүгін біз отбасы мүшелерін өтеміз. Ол үшін балақай, сен бірінші сыныпта өткен отбасы мүшелерін есіңе түсірші. Біз 4 түрлі отбасы мүшесін өткен боламыз. Бүгін сол сөздерге қосымшадағы 2 сөз үйренетін боламыз. Анашым деген қалай болады ағылшынша? Мамми. Дұрыс айтасың. Келесі әкешім. Daddy. Ал ағам деген ағылшынша қалай болады? Brother. Да? Сақау з-мен айтамыз, одан кейінгі з-ні біз сақау қылып айтуымыз керек. Ол қалай сақау деген? 2 тістің ортасына тіліміздің ұшын қоямыз, Brother. Сонда сақау з шығады. З емес, з деп айтамыз. Сонда brother. Good. Және әпкем немесе сіңілім болса, sister. Бір қайталап алдық. Енді оған біз бүгін жаңадан тағы да 2 сөз қосамыз. Ол ата және әже деген мағынаны білдіреді. Ата дегеніміз grandpa. Есіңе сақтап қалшы, біз орысша папа деп айтамыз, яғни папа жағынан папамыздың папасы grandpa. Дегенді қосамыз. Grand деген сөзге. Grand, оған паны қоссақ, grandpa. Ата деген сөз шығады. Және екіншісі grandma. Мамми дегендегі ма. Grandma. Мама дегендегі маны қосып жүрсең, бізде әже деген сөз шығады. Grand деген сөзден кейін қоса салсаң бітті. Оңай, Сонымен тағы да бір қайталап жібер. Ол үшін келесі бейне баянды қарай қой. Тағы да ол жерде саған жақсылап тұрып түсіндіретін болады. Кеттік ендеше. Mummy. Daddy. Sister. Grandma. Grandpa. Ал балақай, қалай, қарап алдың ба? Енді өзіңнің кітабыңның 18 және 19 бетін қарай қой. 19 бетін бірінші қарап алшы. Сол 19 беттің бас жағында барлық отбасы мүшелердің жазылуы, суреті бәрі беріп тұр, Mommy, Daddy, Sister және Grandpa, Grandma беріп тұр. Енді сол сөздерді 18 беттегі алғашқы тапсырманы көріп тұрсың ба? Отбасы бәрі жиналып, шай ішпекші, біреулер газет оқып жатыр, Әкесі газет оқып жатыр дегендей. Сол отбасы мүшелерін сәйкесінше осы жазулармен толықтыр. Мысалға, шай істеп келе жатқан анасына, оған қандай сөзді қою керек? Mommy. Mommy. Яғни оған кәдімгідей mommy деп жазуым керек. Mommy деген қалай жазылады? M және соңғысы Y. Өте оңай тапсырма, мен саған 2 минут берейін. Ал енді керемет саған тосын сыйым бар. Біз қазір My Family деген әнді айтатын боламыз. Ол сол 18 бетте Liam айтып береді саған. Ол үшін Liamмен бірге әндету үшін біз ол әннің сөздерін бірінші жаттап алайық. Менімен бірге үйрене қой. Бірінші сөзіміз come. Қайталай артынан come. Кел деген сөз. Кел, come.
And деген сөз бар, және деген сөз. Meet my family. Meet. Repeat after me. Артынан қайталай қой. Meet. Meet. Яғни meet дегеніміз таныс деген сөз. Танысу деген сөзді білдіреді, иә? Енді Лиам саған не деп айтты? Come and meet my family. Келді, менің отбасыммен таныс дейді. Ал ендеше қазір сол әнді бірге айтайық. Біздің теледидарға назар аударда бірге әндетіп отыр. Come and meet my family. 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 Mommy, Daddy, Lily, and me. Come and meet my family. 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 Қалай балақай, саған біздің әніміз ұнады ма? Бұл әнді жаттап ал да, отбасыңды достарыңа таныстырсаң болады. Come and meet my family деп, иә? Және бұл деген сөзді үйренейікші менімен бірге. Бұл менің әкем, бұл менің анам деп айтқың келсе, яғни бұл деген сөзіміз ағылшынша. This is. Бұл жерде тағы да сақаузы кезігіп жатыр бізге. Сондықтан да мұқият бірге менімен айта қой. This is my mommy. This is my daddy. This is my brother. This is my sister. Ал мені таныстырғың келсе, this is my teacher, Mrs. Alfia деп айт. Окей? Мені де ата-анаңа таныстырып қойсаң болады. Окей. Ал енді саған тағы да бір тосын сыйым бар. Және тағы да бір бейне материалым бар. Теледидарға назар аудар. Let's watch. Hello, Mummy. Hello, Daddy. Close your eyes. Okay. Open your eyes now. Hello, Liam. Liam. Hello, Lily. Lily. Yay! Nanny, this is Grandma and this is Grandpa. Иә, бұл видеоны көрдің бе? Ата-анасы Лиам мен Лилиға тосын сый жасады. Тосын сыйды кім келді оған қонаққа? Grandma мен Grandpa. Дұрыс айтасың, атасы мен апасы келді. Аха, енді біз осы Лиам мен Лилидің айтқан сөздері бар, ата-анасының айтқан сөздері бар. Соны жаңадан біздің сөздік қорымызға неге қоспасқа? Я балақай,
Ондай қатты қиын сөз емес. Сен open және close деген сөзді білесің, иә? Өйткені біз open your books, close your books деген сөздерді өткен болатынбыз. Open дегеніміз аш, close дегеніміз жап деген сөз. Енді сен анашыңа немесе басқа да бір досыңа тосын сый жасаған кезде не істейсің? Көзіңді жым деп айтасың, иә? Көзіңді жым деген close your eyes. Close your eyes. Repeat after me. Артынан қайтала. Close your eyes. Тағы да. Close your eyes. Енді сен оған тосын сүйді көрсеттің. Тосын сүй дайын тұрған кезде не дейсің сен оған? Көзіңді аш дейсің. Көзіңді аш дегеніміз open. Open your eyes. Repeat after me. Open your eyes. Керемет, жарайсың. Ендігі саған үй тапсырмасын бергім келіп отыр. Бүгінгі сабақ өте оңай және отбасы мүшелеріңді саған тапсырма ретінде досыңа таныстырып, жаңағы сөздерді қолдан. Мысалға былай. Come and meet my family. This is my daddy. This is my mommy. This is my grandma. Атын атасаң да болады. This is my friend Andy. Деген сияқты Andy болса досың, немесе Берік болса досың, соның атын атасаң да болады. Жарай ма? Окей, балақайым. Жаңағы мен таныстырғандай өзің бір досыңа отбасыңды міндетті түрде таныстыр. Мүмкін маған чатқа сен өз отбасыңды таныстырып жібересің. Бір суретті алда, this is my daddy, Mrs. София, this is my grandma деп маған суретті көрсетіп таныстырып жүрсең, мен де сенің отбасыңмен танысқаныма қуанышты болар едім. Окей? Саған тапсырма activity book'ының 12-ші бетін ашса, ол жерде Лиам өзінің ата-анасының отбасын таныстырып жатыр. Сен де солай маған чатқа жібере ғой. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Керемет әндетіп отырып, жаңа сөздерді менімен жаттағаныңа қуаныштымын. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, my dear.